Дандай бауырымыздың абзал айнұр келіп отырмыз. Бұл бірінші мәселе біздің егемен ел болғаннан кейін тұңғыш президентіміздің мына қазақ елінің еңбек ері деген жұлдызды өз жарлығымен бекітіп шығарғаны бұл өте біздің рәміз секілді керемет үлкен құбылыс деп түсінуге болады. Соның ішінде мына еңбек ерінің бірінші куәлігін ұстазға берген бүкіл қазақ халқы қатты қуанды. Оның ішінде және ұстаздың кімге беруді дәл тауып бергеніне мына қоғамда әділет болса, қоғамда қайырымдылық және ақиқат болатын болса, мына халық соған қуанып отырады. Үшінші мәселе, бүкіл Айекеңді президенттен бастап үкімет, парламент, бүкіл әкімшілік ыңғай үкіметтік емес, үкіметтік ұйымдар марапаттап, жақсы сөзін айтып солай болып жатқаннан кейін біз жақында құрылған халық үні қоғамдық бірлестіктер одағы өзінің құрамында 30-ға тарта үкіметтік емес ұйымды біріктіріп отыр. Осы үкіметтік емес ұйымның атынан келіп, Айекеңді құттықтайық деп құттықтап отырмыз. Сізге жақсылық тілейміз. Жаңа Ұлыкең айтқаннан кейін қыз күніңізді, сәби күніңізді қандай болды деген мен балиғат жасыңызға дейінгіні көз алдым елестедім. Сол мен кәмелет жасыңызға дейінгіні көз алдыма елестетсем бір тамаша суреттер өтеді көз алдымнан. Содан ал енді қазірдің өзінде де сол кәмелет жастағыдай әдемі сондай жайнап жадырап отырсыз. Мен мына келесі жаңа біздің жаңа 20 шақты үкіметтік емес ұйымның ішінен келген Аллары қолдау қорының президенті сөйлеп кетті. Содан кейін біздің осы республикаға мына халық арасында танымал болып жүрген ұстазымыз Олман қарындасымыз сөйлеп кетті. Енді міне осы жерде мынау жалпы тарихты, жалпы қазақтың дәстүр салтын барлығын өте жинақты мына компьютер арқылы оқытып жүріп, соның бағдарламасын және бүкіл материалдық дүниесін жасаған үлкен ұстаз отыр. Міне Рақаң. Осы Рақаң бір ауыз сөз сөйлеп жіберсін. Рахмет. Аяғұл ханыммен танысқанымызға бір жыл болып қалды. Былтыр осында Алжар қоғамдық қоры бар. Барлығымыз Заман Қазақстан бар. Осында сол бір бағытын ақылдасып пікірлесіп ортақ көрген екен. Содан бері осы мектеппен жұмыстас болып келе жатырмын. Қазақтың тілін терең түсінетін білетін адамдарымыз кетіп қалса, қазіргі таңда сол қазақ тілін тек бетінен ғана, бет қаймағынан ғана бір жақты турамағында түсінетін адамдар қалып, қазақ тілі өзінің тұғырына қона алмай отыр. Өзінің барлық күшімен бүкіл қазақстандықтарды біріктіретін қасиетке ие алмай отыр. Сол мақсатта мен енді кішкентай сәбилеріміздің бастап соларға қасиет ұялатып, соларға қазақ тілінің мәнін терең үйрету бағытында жұмыстарым жүргендіктен сізге сиясы кетпеген бір сыйлығым болады қаңтар айында. Ол мына 3-4 жасарларда қазақтың жауһар тілімен тілін шығаруға бағытталған. Оның бәрі қазақтың небір шұқыр ойы, ақындық икем, баланың өзінің жасынан жоғары дәрежеде тәжірибе жинау. Сосын керек болатын болса, сәби баланың өзі
ата-анасын да тәрбиелейтін жағдайға дейін жететін сөздермен ие болады. Міне сізді құттықтай келе осындай сиясы кетпеген дүниеңді қаңтар айында осы мектепке сізге сыйға тартамын. Дәріптеп жүрген өзіңіздің мына атыңыз сізге берілген бұл марапат бүкіл Қазақстан ұстаздарына деп бізде сөйтіп ұғынамыз. Өзіңіздің сөзіңізді соны тыңдадық. Енді біз Алажар қолдау қоры өзіңізге бір кітабын алып келді. Осы ұлттық жаңғырудың ата жолы деген бағдарламамыз біздің. Егер мына жерде сіздердің кітапханаларыңызды көріп разы болып отырмын, өте жақсы кітапхана екен. Егер мынандай кітап осы оқушыларға керек деп тапсаңыз, осыдан бір 20 кітапты және мына күміс кітаптың 10 кітабын Алажар қолдау қоры сіздердің кітапханаға сый ретінде әкеліп береміз. Оны осы дүйсенбіде. Беретін кісі болса, осы біз құрылғанда орыс мектебі болды ғой. Бізге бірде оқулық қағым жоқ сөзімді өрі жіберген. Соны өздеріңіз сияқты азаматтар, сен ақын жазушының баласы көп оқыптағы үйіндегі кітабын сөйтіп жүріп толтырдық. Қазір кез келген мектептің кітапханасынан асып түстік. Бір кітап жоқ қой, бір кітап жоқ. Аналарды орысша болған, мына орыс мектептеріне бөлгізіп бердік, бізге оның программамызда жоқ, не істейміз. Қуана аламыз. Өзінің құнды кітаптармен толыға келді. Рахмет. Мен айтарым осы еді. Рахмет сізге. Еңбегіңіз жемісті оқыдың. Рахмет. Мына